Қазына десек, сол қазынаға қатысты қазақ қоғамда базына көп. Бірін ғана сөз етсек, қазір дүкен сөрелеріндегі кітаптардың 10% ғана өз тіліміздегі көркем шығармалар. Әдебиетке әуес немесе кітап оқуды көксеген оқырман қазақтың тіліндегі кітаптарды таба алмай шерменде, шындығына келгенде. Ал жасөспірімдерге арналған кітап тіпті жоқтың қасы. Шетінен шетелдің шығармалары. Осы кемшілікті түзеу үшін қоғамдық қызметтің әр саласында еңбек етіп жүрген бір топ жас бірігіп, алтын қалам әдеби сыйлығын тағайындаған. Бүгін соның алғашқы қорытындысы шығарылды. Әбілғазы Мақсұтұлы, Алматыдан. Алтын қалам әдеби сыйлығын ұйымдастырушылар Қуат Домбай, Досым Сәтбаев, Расул Жұмалы және Кенже Жұман қазақ қоғамына танымал жастар. Олар әсіресе соңғы жылдары Қазақстанның тәуелсіз ел бола тұра мәдени және ақпараттық тұрғыда көбіне алып мемлекеттердің, әсіресе Ресейдің белгілі бір дәрежеде әдеби кеңістігінде қалып отырғанын жақсы түсінген. Сондықтан тасада қалып қойған жазушылардың шығармаларын кітап етіп шығарып, елге танытуды қолға алыпты. 3 айдың ішінде арнайы ашылған сайтқа 72 аптадан 92 шығарма келіп түскен. Енді әдеби шығармаларды әділ қазылар сараптап, саралап, үздіктерін жинақ етіп шығаратын болады. Мынау интернет желісінің өте тапшы дамуына қарамастан, біз өзімізде бірталай қуанып қалдық. Мынау жүлдеге қатысушылардың саны 92-ге жеткеніне. Оның үстіне үміткерлердің осы жүлдеге конкурсқа қатысқандардың тек қана мынау Алматы, Астанадан емес, Қазақстанның өңірлерінің барлығын қамтығанында бізді әжептәуір қуантты. Байқауға ұсынылған шығармалар 4 аталым бойынша қабылданған. Алдымен жылдың үздік прозасы, жылдың үздік поэзиясы, жылдың үздік балалар шығармасы және драматургия. Жылдың үздік іскерлік және ғылыми еңбегіне қатысты еңбектер көп болмағандықтан, оған бұл жолы ешқандай сыйлық тағайындалмапты. Осы байқауды ұйымдастыру барысында біз көз жеткеніміз, керісінше бізде әдебиетті оқитын, өздері жазатын азаматтар өте көп екен. Және бір байқағанымыз, жақсы шығарма жазу үшін міндетті түрде ол жазушы болу қажет емес екен. Қазір Алтын қалам әдеби сыйлығының жалғыз демеушісі GSM Кесел Қазақстан ұялы байланыс операторы болып отыр. Озашау бәйге алған шығармаларды кітап етіп бастыру да осы компанияның еншісінде. Әбілғазы Мақсұтұлы, Ескендір Тоғысбаев, Қазақстан ұлттық арнасы.